Қайттан бастасайшы? Мен көтеріліп отыршы, сөйтіп отыршы, сушы баш. Бәр фигурасы бар адам сияқты. Обтяжка футбол киіп алған ше. Кезінде обтяжка болған ма? Қазір ма? Кезінде 15 килограмм бұрын ба? Давай кеттік ал. Ассалаумағалейкум достар, бізде эксклюзивті шығарылым бүгін. Эксклюзив дегеннің қазақшасы қандай? Тіл маманы? Тың және тың айған. Тың және тың айған шығарылым бізде. Өйткені Ерсін Ерік келіп отыр ағайын бізге. Осы бала ма комментатор? Жаңа екеуміз отырсақ, есікті біреу келіп қақады. Кім екен десем, Ерсін балақай екен. Кірейінші, отырайыншы осы жерде деді. Отыр дедім. Айналайын, қадамыңа гүл бітсін. Рахмет. Қош келдің біздің көк диванға. Қош көрдік. Көк диван-ай, нара-нара-нара-нара-нара-нара-най деп осы диванның үстінде неше түрлі кастингтер болған ғой. Кастингтер болған ба? Кастингтер болған осы диванда. Басшағы қай жақ мұның диваны? Білмеймен өзің байқайсың. Әр кастингтен кейін келеді. Химчистка келеді уайымдама. Хим тазалау. Хим тазалау. Әрине. Анау шалбарыңда соның түстес екен өзің бір. Егер ол снимать жақсы сен екеуің әлем кезген несіңдер ғой, комментаторсыңдар. Сен әлем чемпионатында болдың, сен де әлем чемпионатында болдың. Бұл Еуропа чемпионатын барып көріп. 44 мемлекетте болғым. 44 мемлекетте. Ертең 45-шіне және 46-шына бара жатырсың. Бара жатырмын. Yes. Сенікі бір 8 ба? Нақты айттың ғой сен, ә? Санайым ғой енді. Санап жүрім ғой. Саусақпен санарлық екен бе? Түркияда 4 рет болғам деп па? Түркияда болмағам. Тек Стамбулда аэропорттан қайтып жүрдік қой, былай транзит. Болды ма аяғың басты ғой? Аяқ басты. Түрік жерінде болғасын сен. 9 деп жазып. 9 деп ойын, 9 оны. Енді сендер танымал адамдармен суретке түстіңдер, өткен бродкаст, жаңағы әлем чемпионаты, доступ бар, аккредитация бар, бейджик бар. Енді бірақ мынау былай қарап отырсаң, қазір мен енді сенің мынау әңгімеңнен есіме түсіп отыр. Мен мынау Криштиану мен Мессимен фотоға түспеппін. Бірақ тірідей көргенмін екеуін 1 метр жерден, қол созым жерден бүйтіп. Бірақ енді алып кетті. Мессиді 2014-те көрдім. Зиданчиктен қап тұр екенсің онда. Иә, сол мынау Қасымжан деген жігіт бар бізде. Зиданчик дейміз ғой. Өзі айтады Зиданчик дейді. Оны білмеймін, Зиданға қай жері ұқсас екен. Сол Зиданчиктің каналы Зиданчик деп аталады. Сондай ма? Мен естігем, анау біреумен нетсе, ерексе баспен қадай береді деп. Сондай ма? Ой. Деп айта салам ғой. Негізі ондай емес. Мен сұрағам, ол Зидан менің жақсы көретін ойыншым болған деп орыс тілінде айтты әрине. Және мен каналымды Зиданчек деп атаған, содан Инстаграм парақшасы да сол жігітті неге шақырады ғой, Баллон д'Ор деген сияқты марапаттайтын бар ғой. Соған УЕФА арнайы хат жібереді, бұл тұрады билет алып періп отырып Женева ма, Монакоға, сондай жаққа барады да, сөйтіп отырған кезде марапаттау рәсім басталарының алдында бір жарты сағат қалған кезде Месси кіріп келген ғой, агенті бар, әйел бала шағасы бар, сөйтіп отыр дейді, ертеге болды дейді. Сол жаңа жерде жүргендер кезекке тұрып, біртіндеп Мессияға фотоға түсуге бола ма деп, сөйтіп фотоға түсіпті. Сол Зиданчик Қазақстандағы сол Мессимен фотосы бар, жалғыз адаммын деп. Жалғыз адам емес қой, басқа да адамдар. Журналистерден жалғыз деп айтады. Жалғыз сол шығар. Өйткені басқанда кімдердің де фотосы бар, Кеңес Рақышев, Бейбіт Әлібековтердің фотосы бар. Сондықтан Месси мен Зиданчик соны алдына жейдесіне мына жерге суретке салып қойған футболкасы да бар, жейдесі бар. Сөйтіп сонымен мақтанады. Өте жаңағындай бір случайно осындай бұқ болған ғой енді. Сөйтіп өте тамаша. Енді білмеймін, мен енді Криштиану Роналдумен фотоға түсу керек болып тұр сол. Сен Криштиану Роналду бүйтіп алдында тұрса, суретке түсіп аяқ деп айтар ма едің? Айтатын ем, конечно. Бірінші кезекте айтатын. Оны енді 3 секунд сол жерде уақыты болады. Бірақ та мынандай болды ғой. Негізі жаңағыда аккредитация дегеннен шығады ғой. Аккредитациямен жүресің, ол жерде енді жаңағы FIFA-ның нелері бар, UEFA-ның комиссарлары бар ғой, жолатпайды. Содан бір фанатка болды жаңа неде Германияда. Сол неден раздевалкадан шығып, автобусқа қарай кетіп бара жатады ғой. Бәріміз ойбайлап жаңағы неде тұрмыз, шарбақтан бері қарай тұрмыз. Сода ана қыз Ювентустың формасын алып жүгіреді ғой жаңағы. Жүгіреді, өтіп кетеді бәрінен. Журналист еще ана қыз. Қолын қояды, селфи жасайды. Кіммен? Роналдумен. Автобусқа енді отырайын деп отқан кезде. Сендер аңырап тұрсыңдар ана жерде. Біз аңырап тұрмыз. Бірақ ана жерде сразу комиссарлар жетектеп алып кетті.
несін аккредитациясын алып суретке түсірді, до свидания деді. Енді бірақ енді ол бір жағынан бақытты ғой енді. Одан кейін журналист болмай қойса да болатын шығар анаған. Бір андай суреті болғаннан кейін. Мен бірақ енді ондай фанатизмді өзім түсінбеймін шыны керек. Бірақ ол енді қиын ғой. Бақыт деген егер сондай болса, ол енді білмеймін. Бақыт деген не өзі? Артында ойлайсың ғой. Деп сұрады деп басып кетті. Бірақ енді Зиданчик мақтанып айтады дедің ғой, Мессимен. Бірақ мен өзім ойлаймын солай. Қазақстанда мен ғана бір кісімен суретке түскен ба деп ойланамын. Ол Роналдудың мамасымен. Сен ба? Долорес тәтеммен ба? Тәтеммен. Айтеді кім бар оның мамасында өзімен түспеген. Ұлы тұлғаны дүниеге әкелген батыр ана ғой сен. Қалай сен нең бар дейсің? Алтын құрсақты. Алтын құрсақты. Долорес тәтені жібермедің бе? Анау стадионнан шығамыз ғой, Португалия кімді жек қояды ғой, Швейцарияны ма? 6-1 ма? Хет-трик жасаған кезде Гонсало Рамош хет-трик жасаған кезде. Сонда стадионнан шығып, біз Миксонаға қарай кетіп бара жатқанбыз ғой, стадионнан. Сол кезде жаңа тәтем келе жатыр, қасында мұртты бір здоровый бір жүреді ғой, мұрты бар, сақалы бар. Күйеуі ғой? Күйеуі. Сол бар, тағы бір братан бар, сол үшеуі бері қарай келе жатыр. Криштианоның өгей әкесі. Өгей әкесі. Үшеуінің қасында ешқандай охрана жоқ, бір жағы УЕФА адам бар. Сол келе жатыр. Ана жерде Пакистан, индийцтер ғой, танымайды ешкім. Сен не дедің сонда? One photo дейсің ғой, басқа не дейсің? Жоқ, one photo please дейсің да, жүгіресің. Абзал Чадетті білесің ғой, брачекең. Сол екеуміз барып түсіп, ана кісі кәдімгідей позировать етіп, әдемілеп түсіріп алып. Қатардағы әлем чемпионаты ғой бұл. Лусаил стадионында. Бұл әлем чемпионаты. Ал енді бұл енді батыл болсын. Бұл жерде мен енді мақсатым жалпы екеуіңді ерегістіру ғой. Кем айт енді, танымал тұлғалардан кіммен суретке түстің? Бұл ұстаз ғой, мен қалай ерегісем? Бұл шоуда сондай. Пацан кезде 2016-та ма алдыңызға еп сабақ болған? Әрине. 2016 менсің? 16 ғой. Сенен дәріс аған ба сонда? Иә. Дәріс аған. Ой, пұрмо. Аузына түкіргем. Рас? Содан дейді ғой, ауызса сөйтті дейді. Казспорттағылар айтады. Хронический оқып қойған ба? Бәсе ол жас қарамай. Казспортта істеген комментатордың көбісінің ауыз сасиды ау. Микрофонда қақ бітеді ол губка. Иә, сасиды мына жерге. Ауызға қойып сөйлесе. Енді 2-3 сағат сөйлеп отыра берсең. Мен Казспорттан кеткеннің бір себебі сода, негізі. Айтшы батылдар қарай. Да. Енді батыл неға пас беріп жатырмын ғой? Кіммен фото? Мен көп қой енді жаңағы Арсен Венгер кімдер бар ғой? Жоқ, сен ең топ кәдімгі 5 нені айту керексің. Сен Ибрамен түстің ғой, Ибрахимовичпен. Иә, ол да бар. Олардың енді оқиғаларын өткен жылдармен айтып қойдым осы жұбы шоуда. Және осы мұны айтылмағаны Стамбулдағы Чемпиондар лигасы. Эрлинг Холландпен түстім, иә. Ол түскенде мен маған бір ерекше не берді УЕФА. УЕФА өзі шақырды ғой, мен жалпы білесіңдер ғой. Өйткені базада бармын, ФИФАда тіркелген журналистпін. Солар қазақ тілді бірінші тұңғыш журналист. Қазақ тілді тұңғыш журналист. Чемпиондар лигасы финалында. Аладоп сайты бар. Соның атымен де барып отырмын ғой. Ол мен Fame деген платформа бар, соған тіркелгенмін ғой. Мен ұлттық құрамада жұмыс істеген кезде билікті, қолымда билік болған кезде басып қалған ғой. Совет өкіметі ыдырады, мен техниканы басып қалдым ғой. Гараждың бәрін тонатып қой кезінде. Сені көрсете берді ғой еще. Иә, ана трансляцияның артында мен 4 рет көрді. Ана Эдерсонның артында тұрғанымды біраз болды. Сол жаңа берген аккредитациясы осы Чемпиондар лигасы биыл қосқан дейді оны негізі. Әлеуметтік желілер дегенге де бере бастаған ғой. Ол бұрын бермеген негізі. Пресс және фото деп беретін. Және ТВ деген 3 бар. Соған енді social media деген қосылған. SM деп тұрады. Сол social медиамен мен аккредитациялдым. Сөйтсем, олар айтады, сіздің алып деген инстаграмыңыз бар, ютубыңыз бар, соларға түсіресіз ғой. Телефоныңыз бар ма деді. Телефоным бар деді. Соған стикер жапсырып берем деді. Жапсырып берді, пожалуйста. Сол телефонға түсіріп жүрдім. Бірақ сен кәдімгі базарда жүргендей таңдап жүр суретке түстің ғой соңында. Ол былай болды. Фодан бергел деп. Жоқ, полиға шыққан жоқпыз. Былай болды. Жаңағы қоршаулы ғой енді жасыл алаң. Біз анау трибунамен жасыл алаң ортасы, мынау Алматыдағы орталық стадион сияқты біраз жер бар ғой. Сол жерде жүрміз негізі артында. Анау о жерге дейін газон төсеп қойған ғой. Соны анау футболшылар бері қарай келді ғой. Біз барған жоқпыз о жаққа.
ол футболшылар бері қарай келді. Оны кім жасады айтайын ба? Кайл Уокер жасады. Кайл Уокер тұрды да біреуге айтты, біз ары қарай шығып фанаттарға барайықшы деді жақындап. Сөйтіп ана УЕФАның бір адамы жоқ, бірдеңе болмайды деп жаңағы тыңдамайды no ғой. entrance бірдеңе деп жаңағыдай ағылшынша айтып отыр. Сөйтіп fucking бір бәле деді анау жүгірді. И ана артынан Фоден кетті, Джон Стоунс кетті, бәрі жүгірді. И біз де артынан бүйтіп жүгіріп жүріп түсіріп жатырық. Сөйтіп ана жер кішігірім жәрмеңке болды. Ана жақта жасыл алаңның үстіне жаңағындай бүйтіп ататын фанфар бір бәлелер дайындап жатыр. Жаңағы Чефериндер жүр, Түркияның президенттері жүр деген сияқты. О жақ кәдімгі қызып жатыр. О жақ далада қалды. Жаңа Интердің болельшіктері ар жақтан шығып кетіп жатыр уже қалғандар. Матч мына жақта 3 па 4 трибун таза Ситидің жанкүйерлері қалған. Сол жерде кәдімгі білгенім істеп кәдімгі Хулиан Альварестер. Я қызықтым мен сол кезде. Сөйтіп онымен бір фотоға түстім, Фоденмен түстім. Жоқ, шана бір видеоң бар еді, ұстап көруге болады екен. Кәдімгі фотоға түсіп болғаннан кейін, мына Фойл Фоден, бұны ұстап көруге болады деп көрсеткен ғой. Мысалы, неше жас кіші олар Фодендерсен? Білмеймін, 2000 жылы балар. 2000 жылы балалар ғой, былайша айтқанда. Тапсан балдар ғой. Холландты кәдімгі көрген кезде 4-5 фотоға түстім. Сонда өзбек, қырғыз бар ма? Сен сияқты жүрген? Жоқ, болған жоқ. Жоқ, ол өзбектерге бермейді ғой аккредитация. Азияда ғой. Мысалы біз Азияға барсаң, сендер Еуропадасыңдар деп бермейді ғой ба? Қиын беру. Анау Бензема келді Ташкентке. Соған барайын деп отырмыз, қиын болады. Енді ана олар базасында жоқпыз ғой енді, көрдің бе? Тіркелген өздерінің журналистердің пулы деген нәрсе болады. Соның тізімі бар, ол өзінің платформасы бар. Ол бұрын фейм болған, қазір өзгертіп жіберді оны. Есінде де кіргізіп қойсай соған? Болады кіргізуге. Ешқандай қиындық жоқ. Енді қара, біз мысалға жүргенде комментаторлардың ішінде бойың ұзын неше бойың сен? 1.90 ғой, 1.88 болып келе жатыр. Сен ана кімнің Холландтың шынтағынан келіп тұрсың ғой ана жерде. Неменеге бір дейміз ғой бойымыз? Маған ана ұзын сияқты көрінді. Фотода бірдей тұрмыз ғой. Да? Бірдей тұр, иә. Маған ұзын сияқты көрінді, денелі кәдімгі. Мынау жалпақ та ол, былайынан бейтіп деп кәдімгі. Аузында тісі жоқ адамдар сияқты. Сондай жағдай, ол бірақ ол жерде біз жаңағы футболшылар қайтадан кірген кезде мен де жасыл алаңға шығып кетіппін бір қарасам. Поленің үстінде жүрдім. Байқамай, эйфориямен. Айтпады. Сен жауап бер. Жауап беремін ғой. Мамасы деп. Мамасы, бірінші мамадан бастау керек қой. Аналарымыз аман болсын. Аналарымыз аман болсын. Ойбай, Модричтің көршісімен түскем деп ары қарай кетсе онда. Жоқ, көрші емес. Дасай? Жоқ, анау 2016 жылы қандай не болған ол Ермашпен қандай кездесу ол, соны айтып берсе. 2016-та. Сен химия факультетінде оқып жүрсің. 2016-та химия факультетінде оқимын. 4-ші курс па, сондай оқимын ол кезде. Содан ВК ғой кезде қараймын ғой жаңа комментаторский не деген кастинг. Жоқ, кастинг емес. Курс. Курс. Медетжан деген кісілер ұйымдастырды. Соған жазам, барам 60 мың теңге. 60 мың теңге? 60 мың теңге. Сол заманда ба? Қымбат болыпты. Мен бір тиындаған жоқпын, маған медетжандар айтты, барып бір 2-3 дәріс беріп жіберші. Мен бір 2 ақ рет бардым, по-моему. Иә, ол кезде Ермек Төреняз, Жігер Азберген, Мұратбек Бейманов, сіз келіп, біраз не еттік неге сол кезде. Сол не болды ғой, жаңа трамплин болды ғой. Сонда Ермаш келіп, суретке түсіп, жаңағындай танысып, сол кезде күшті болған. Химия факультетіне не үшін түстің? Грант аз болған үшін ба? Жоқ, қатты оққам ғой. Да? Қатты оққам. Тоқтай алмай қалдым деш? Тоқтай алмай, 6 жыл оқып тастаған ғой. Химия элементтерін бәрін білесің, е? Жоқ, қазір кішкене шығып қалды. Ашекесі тұртшы? Жоқ, сосын өз-өзімді... Ашекесі тұрттым ұстайсың ғой, Ашекесі тұрт күкірт қой, оны білем ғой. Енді айтпайсың ба қаяқтан білейін? Енді қазір одан ол жай ғой, бер жағы ол күкірт деген. Миды ашып берем қазір, мен бір нәрсе айтсам. Нерде бір андай шоу істейік та бүйтіп элементтер бүйтіп. Сонда Назданияны жағып жүргесін ба? 4 жыл оқып, содан кейін түсіндім, мен ертең біреудің обалына қалам дедім, мұғалім болсам, бір жерде жарам дедің бе? Жарам, или біреуді тупой қылам мектепте, универде деп. Сосын жақсы болды, курс ұйымдастырған, топ ете қалдық, 6 бала келдік. Содан өтіп сен комментатор болып кеттің ба сонда? Жоқ. Содан кейін кастингке Ермек шақырды кастингке. Емес пе? Ермек шақырды. 200 адам қатысқан алғашқы кастинг Қазспорттың. 200 сол кезде Дидар болды, Қадыров. Суырылып шықтым деп айтсай мақтанатындай бар екен. Суырылып шықтым ғой сол 6 адамның ішінен. 200 адам болған. Ана курста 6 адам оқыдыңдар ғой. Жоқ, курстағы алтауымыздың бәріміз бардық та, 194 адамға алтауымыз 200 болып қосылдық қой. Солар ішінде Дархан Жүсіпов деген біреу болды, жігіт болды, хоккей жүрген. Сонымен шықтық. Сол әдем болды. Жаңағы не бар ғой? Трибунаға қарай шығады дедің ғой, футболисттер, жаңағы жұлдызды футболшылар ғой, айтып қалайын да осы жерде. Сонда мынандай болды история. Сен
ең андай нені айтшы, көңілінен шыққан бір айтайын да взаимного болды. журналист дегенде наглость деген болу керек екен ғой, Ереке, дұрыс па? Наглость второй часть ғой. Кетіп баратам, Франция біреумен ойнайды, ұтады, ұмытып қалдым да. Сонымен Әсет деген жігіт екеуміз кетіп баратамыз. Сосын матч біткен, бірақ стадионның қасына айналасың, сонда жанкүйерлер шулап жатыр. Матч 1 сағат бұрын бітіп қалған. Бұл не шу деп, жаңа ворот ашық тұр. Бүйтіп қарасам, стадион көрінеді ғой, ішінде біреулер жүр. Қараң-құраң еді. Иә, қараң-құраң журналист, болельщиктер айғайлап жатыр. Әсет жүре крик деп екеуміз кіріп барады, охранник стоп дейді, my family дей саласың ғой. Отбасым деп. Әсет артына келе жатқан, Әсеттің камерасын көріп қойып, ей бауыр, атыкі сен деді. Деп Әсет кетіп қалды ол. Кіргізбеді, мен нағыл кіріп кеттім ғой. Түрім біреуге французға ұқсады ма, білмеймін. Family деп айттың ба, ұялмайды. My family деп кіре саласың ғой. Сөйтсем, қатын бала шағасымен, кімдер жүр ғой, Дембеле, француздар Рабио, Камавинга, солар отбасымен тұрады екен ғой, әңгімелесіп матчтан кейін. Сол кезде болельщиктер соларға айғайлап тұрады. деп. Сол кезде кіріп кеткенсің, күлең француздардың ішінде жүріп, бір өзім ғана. Аналармен жаңағы, Дембеле, one photo деп жаттап алған сөздерім бар. Сол Дембелемен, Камавингамен, Рабиомен, стоп, ана ол кезде кім? Фофана болды ғой? Фофана болды. Фофанамен Мбаппе ше, Мбаппе жоқ сол кезде, бля, сол болмай қалды. Кәнен сол фотоларын қайда? Салдым ғой, Инстаграм толып тұр ғой. Сол сөйтіп салып, сол күні кәдімгі тамақшы ұйықтадым бар ғой. Әсетке көрсетсем, тамақшы ұйықтадым. Мынау кім деді ма? Мынау ой жаман. Мынау бағана не бір нәрсе. Не? Ана қолы сынды дегеннен түсінген, бағана Зоммердің қолы сынды дегеннен. Саусағы деп. Саусағы сынды дегеннен. Саусағы сынған енді. Подозрительно. Сол кезде сол бір жұлдыз футболшылар болды. Бір оқпен 4-5 қойынатын. Сен еще кіммен түстің ғой, Дель Пьеромен? Ол да қызық болды негізде. Драгбамен де түстің ба? Драгбамен де түстім. Касилиспен. Дель Пьероны бар ғой. 40 шақты адам жүрген жерде волонтер бар. Біреу танымайды ғой Дель Пьеро. Қазір танымайды ғой. Анау Қазспортта істеген режиссер болды ғой, Сұлтан Тоқпақов қазір хабарда істей ма? Білмеймін. Сол түскен Дель Пьеромен. Мен түсіргем, түсірші мен деді, мен түсірдім. Мен өзім түспедім сол кезде бар ғой. Бірінші күні матч ненің чемпионат миран Абзал екеуміз жүрміз. Өзіміздің трибунамызды іздеп жүрміз. Бірақ бір трибунаға кіріп келеміз. Студия тұр алдымызда, Дель Пьеро тұр ғой. Журналист болды. Иә. Азақ айтам, түсіп суретке қазір. Қашан бітеді студия, жүр орнымызды табайық дейді енді. Бірінші күн ғой. Түскі келіп баратыр анамен. Кәдімгідей дірілдеп кеткенсің. Сосын жарайды деп қимай кетіп шықсам стадионнан алдында кетіп барады ғой, портфельмен. Тоқта дедің бе? Ешкім танымайды, қасынан не дедің алайшы? Дель Пьеро демеген жоқ шығарсың әйтеуір. Жоқ, Алессандро дедім ғой. Алессандро деп тоқтатып алып. Әлеке дейсің дедің бе? Тоқтатып алып, бір-екі сұрақты қойып, жаңағы How was the match деген сұрақтар бар ғой, білесің ғой, матч қалай болды деген. Сөйтіп сұрақтар қойып. Негіз Хау еді ғой, айта бер. Хау ма? Эдди Хау бар ғой, Ньюкаслдың бапкері. Сөйтіп ана кісі қарапайымдылығы ғой. Автобусқа өз жаяу барып, жаңағы бізбен суретке түсіп әңгімелесіп, сонымен кетті. Молодец екен, ырза болдым. Қарапайым екен. Аталары қазақ болған ба екен? Сен ана бір фотоң бар еді ғой, Касилиспен. Ол да тоже сол. Ол да журналист, эксперт. Дель Пьеродан келе жатсақ, анау не деген бар ғой? Бродкастерлердің өзі бөлек зонасы бар ғой. Есігі. Соған кетіп келе жатсақ, қасымызда улап-шулатып Касилис танып болған ғой, бәрі Касилис туып келе жатыр. Ой, барындар деп олар шығарып, өзіміз жаңа Касилиспен кіріп кетеміз да, спокойно кәдімгі. Реалдың футболкасымен кіріп келдің бе? Жоқ, бір-бірімізді суретке түсіріп, бірақ кішкене қараңғылау болып тұрды шеп, уақыт. Сонымен Абзал екеуміз суретке түсіп алдық Касилиспен, ол да красавчик екен. Одан кейін лифтта күні көретін болдық қой Касилисті. Әр матчқа келеді екен, контрактысы бар екен. СПН деген сияқты телефон. Бірақ амандаспайтын болдыңдар ма соңында? Енді амандаспай бермейміз. Бірақ интервью бермейді екен, жаңағындай олардың несі талабы бар ғой. Басқа каналдарға. Тек қана соларға ғана береді. Тек соларға, жай фотоға түсесің. Сондай контракт олар өздері қосып алатын сияқты, ешкім мазаламас үшін. Ол да бар негізі. Жоқ, енді ана жерге барғаннан кейін сұрай береді ғой Касилистен. Мысалы, Скайдан сен ақша алып келіп отырсың, СПН сұрап тұрса, сен оған сұхбат беріп қойсаң, не есі эксклюзивность оның. Көрдің бе? Ол да конкурент бәсекелестік қой. Мысалы, енді Арсен Венгер жүрді ғой Бразилияда, тек қана Евроспортпен ғана жұмыс істейді, Евроспортқа ғана сұхбат береді. Фотоға түссең болады, Франциялық қой енді. Видеоға түсіруге болмайды. Сол. Арсен Венгермен ол Бразилияда кездесті. Бразилияда Арсен Венгер 2 миллион евроға контрактысы болды ғой. Бір ай, 40 күн жүрді ғой бізбен бірге. Оны қоя берсей.
футболисттердин түсесің ғой. Надаль мен Джокович келгенде ше? Надаль мен Джок келген кезде анау Барс аренада ойнады ғой. Иә. Мен сол кезде түсіндім ғана нені. Анау адамның энергиясы саған беріледі екен да, анау кәдімгі жүрек тарсылдап кетті ғой сол жақындаған кезде екеуін. Сондай сезім Тони Кросспен суретке түскенде болды ғой. Кәдімгі соткаға бүйтіп селфи жасап тұрып ше, қол былай ғой. Ұстай алмаймын ше ананы. Реалдың фанаты айтып тұрмын ғой. Баварияда ойнады ғой енді. Реалдың фанаты ғой, Реалдың легендасы ғой. Жана неге айтпайсың? Сен беле мен түскенде неге айтпайсың мысалға? Бүйтеді ғой. Еще Қазспорттың микрофон бүйтіп түсіргенің ше. Енді ол кезде не істеп не қойғанын білмей қалдым, шын айтамын. Ол кезде бар ғой, Тони Кросс деген өте сондай қарапайым кісі екен. Қай матчтан кейін? Бірінші матч қой, матч открытие болды ғой. Шотландия. Иә, содан кейін ғой, сразу бірінші күні топ ете қалды ғой. Бірақ маған ең қызығы, комментарий көп жазылған фото, анау кіммен түскен фото болды. Польшаның несі бар ғой? Тони Хорватка бар. Иванна Кнол? Міне, сол жерде. Бағадан бері, соны айтпайсың ба? Қаяқта бір сорлы бір футболшыларды айтып отыр. Абзал айтады ғой соны. Қайда кетті фотосын? Сенің қолың дірілдеді ма тоже кезде? Дірілдеген жоқ ол кезде. Басқа жер дірілдеп кетті ғой. Үшінші қолым дірілдеді. Мен бір таңғалғаным, арабтар ғой енді, негізі арабтар. Арабтар суретке түсіп отырған жерде, очередке тұрып. Енді ол енді өте танымал болып кетті ғой енді. Не, арабтарда не, қол жоқ дейсің ба? Еще андай біз деген жабысып түсесіз ғой пайызы. Олар былайша тігіне. Анау ыңғайланып қалған ғой, біреу құшақтайды деп, не істерін білмей бүйтпейді бұраңдап қалады да. Сен тақалған шығарсың біз деген қол максимально қысып аласың. Ұятсыздар. Ивана Кнол еді? Ивана Кнол. Енді сондай бір тұңғыш қазақ. Қазақ тауып бір суретке түскен Кнолды. Жоқ, сен ғана. Сильвио Берлусконидің әйелі Барбара Педротtiмен түскен фотоға. Фамилиясы қандай күшті еді? Ол да не ма? Әдем ма? Берлускони әдем емес, адамдармен местами әдемі? Және бұл видеоның қалай шығып жатқанын айтпасақ болмайды қазір. Мен білмейді екенмін қалай шығып жатқанын. Қазір мен сізге айтайын жеке. Ерсін де білмейді. Маған да айтсай, отырып қандай жерде. Біліп отырайық. Қалай шығып жатыр? Бұл видео фондағы достарымыздың арқасында шығып жатыр. Олардың сілтемесі бар еще. Аузыма көрген бекер ол, қарамайды. Олардың сілтемесі бар еще. Не деген? Қай жерде ол? Не деген емес, қай жерде деп пас берсей дұрыстап. Қай жерде? Осы видеоның астында. Не деген дегенде комментарийдің жанындағы бір сөздері бар ғой? Жоқ, осылай болды, осылай. Қазір бұл енді қарыздан құтылдық. Дәл қазір не істейміз? Тағы бір история айтып жүрсіз ба? Неменеге? Или құлшынысыңыз жоқ па ешқандай да? Бағдарламаны аяқтайын ба? Бәрі қолда тұр ғой, айтсай. Билік біздің қолда. Билік қолда ғой. Тағы кіммен түскен суретін бар қосылса біреуді? Көп ол. Джерардпен түстің ғой сен. Модричтің қарындасымен түскен. Мирна Модрич. Ода нең бар? Енді семьямызбен араласқаннан кейін жастайын. Сұқ еді. Әдемі қыз былай жалпы. Фанбарға кіргенде бір сурет ілініп тұрды ғой. Ұмытып қалдым даже мен. Көп қой аяқта. Звезда Месимовичпен түскен фотолар ғой жерде. Звезда Месимович деген футболшы бар. Инфантино бар. Инфантино. Инфантино айтады ғой. Қазақстанға келмей тұрып сіздің фотоларыңыз, видеоларыңыз көргем деп айтып отыр ғой. Прям солай айтты ма? Гуглға қазақ журналист деп жазса сен шығып жатсың ғой сонда. Қазақстан футболы туралы Гуглға жазған ғой. Сол кезде менің видеоларым ба, фотоларым, мақалаларым ба бір-бірлері шыққан ғой. Содан көргенде мен сені танып тұрмын деп тұр ғой. Көрдің бе? Не деген? FIFA-ның президенті. Ал сендер қазір бос әңгіме айтып отырсыңдар менің жанымда. Сондай деңгейдегі адамның қасында кіммен фотоға түскендеріңді айтып отырсыңдар. Танымағасын не керек? Айтпа. Араласпағаннан кейін оны ары қарай шайға мен Нұрсұлтан Назарбаевтың қолын ұстағам. Қай жылы? Мектепте, жетісайға келген кезде. Масқара. Дәлел жоқ қойған ешқандай. Фото болмағаннан кейін қоя беремін. Жоқ, көшеге шығарып қояды ғой. 2 сағат тұрасың күтіп. Оқушыларды 2 сағат. Бүйтіп жалаушамен ба? Тұрасың бәрі бүйтіп өтіп кетті ол кісі. Тиді ма әйтеуір? Класстастарыңнан андай ірі денелі болған сияқтысың ғой сен аға? Мен бірінші класстан кәдімгі. Апай төс палуан болғам. Ал жаңа құрметті көрермендер, мен сенімдімін, сіздерде үйлеріңізде интернет бар. Интернет бар демек сіздер бұл шығарылымды көріп отырсыздар. Демек сіздер комментарий жазыңыздар. Сіздердің пікіріңізді бүкіл әлем оқуы тиіс.
және сіздердің міндеттеріңіз комментарий жазу деп білем. Бізді мақтаңыздар. Жоқ, Ермашты мақтап жазыңыздаршы бұл жолы. Бұл жолы емес, как всегда. Әрине. Қош сау болыңыздар. Мақтауға тұрарлық адамын. Thank you.